Төреғали қайтамын үйге ән үшін алғысымызды білдіріп, осындай мақтау қағазбен марапаттаймыз дейді. Қайтамын үйге әні вақталық әдіспен жұмыс жасайтын жұмысшылардың вақтасы аяқталған кездегі ең жақсы көңіл күйлер. Демалысқа керемет көңіл күйге баруға біраз себеп болды дейді. Әйтеуір үйге қайтуды ұмытпасаңыздар болады. Ой қызық-ай. Қызық. Күшті. Мені асып тұрып жатыр бәрі, қазір сіздердің мені екінші. Құдайға шүкір, адамдар кешігіп келіп жатыр, біз ерте бастап жібердік. Сағаттың ауысқанын миымызды аштық қойды ғой. Бірақ сіздерде ауысқан жоқ, Сіздердікін ауыстыруға ешкім духы жетпейді ғой. Сіздердікін ауыстырса қиын болады ертең. Сіздердікін ауыстырса, лучше бақытты ауыстыра салған жақты. Бақытты ма, басқа нәрсені ауыстыру керек, бірақ сіздердің ештеңелеріңізге тиісуге болмайды. Концерт бермегеніме біраз уақыт өтіпті. 1,5-2 жылдай жеке ән кештерімді бермегелі ән сапарға шықпаған уақыттар болыпты. Бірақ көшеде талай концертті қойдым ғой енді. Жеке концерттерді болайды. Ешкімнің өкпесі жоқ шығар оған. Тек ана музыкасы, клипі жоқ демесеңіздер, қып-қызыл концерт тұрғанымен. Ештеңе қылмайды, жандарым менің, жандарым. Мінекей, ода тұрған ештеңе жоқ. Бола береді ол. Жадым сол апам. Нағаш апам о деймін осымен. Суретке түсеміз, түсеміз, қара. Суретке түсеміз. Не алды? Жауап береді деп ойлап қалдың ғой, ей дегенге. Біз үйреніп қалғанбыз, бізде де сөйтіп сөйлейді. Ай, қойшай десе. Қалжың айтам, барамыз, ау жаным, кел сөйледі. Мына жерде мен ұзақ отырып қалған жоқпын ба? 40 күн отырған мазба менің. Сөретке түсеміз ғой, концерт енді басталды. Жүрсін ағамыздан сұрап қытыр дейді, аға, сізбен сөретке түсуге бола ма деп бір қыз. Мен душқа түсуге де болады айналайын дегендей. Ау.